Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай 20 минутта өте дәмді жаңа жылдық печеньелер дайындайтын боламыз. Ең алдымен бір жұмыртқаға қант ұнтағын қосып араластырып аламыз. Одан кейін үй температурасында тұрған сары майды қосамыз. Оның үстіне ұнды және қопсытқышты қосып, қолымызбен әбден араластырамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецепттеріме лайк басып, комментарий бөлімінде пікір қалдыра отырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды илеп болған соң екіге бөлеміз. Бір бөлігін бөлек целлофанға салып холодильникке қоямыз. Екінші бөлігіне қызыл бояуды қосып араластыратын боламыз. Міне осындай қызыл түсті қамыр шықты. Мұны да целлофанға салып холодильникке 10 минутқа қоя тұрамыз. Холодильниктен қамырды алып, кішкентай домалақтар жасап аламыз. Екі түсті қамырдан да домалақтарды жасап шығамыз. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видео рецепт ұнаса, пайдалы болып жатса, поделиться батырмасын басып, осы видеоны құрбыларыңызға, әпке, сіңлілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеомды ең алғашқылардың бірі болып көре алатын боласыздар. Енді осы домалақтарды қолымызбен ұзыншалап илеп аламыз. Осылай илеп болғаннан кейін бір-біріне орап, басын иіп жасайтын боламыз. Осы печеньеге қажетті заттардың құрамын осы видеоның астында описание бөлімінде жазып қоятын боламын. Барлығын дәл осылай жасап шығып, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Міне жаңа жылдық көңіл күй сыйлайтын өте дәмді әрі әдемі жаңа жылдық печеньелеріміз пісіп шықты. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жаза отырыңыздар және каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар.